Ya. Birini o'ynaymiz, ikkinchisi hazırlaymiz. Tamosha. Hazır zaman aytsınlar. Ya. Hazır zaman aytma jumaatsi, terasi, siraysi, және qaymaysi yotadi. Harakatlarını ұстап отырамыз. Түрәйт дегеніміз не? Айта ғой. Тамаша. Түрәйт дегеніміз не? Ой, керемет. Жұмбақ дегеніміз не? Жұмбақ. Жоқ, жұмбақ дегеніміз не? Жұмбақ тасыр емес, оның түп нұсқасы бар. Жұмбақ дегеніміз не? Кім айтады? Айша. Қандай түрде? Қандай түрде? Ya? Astarlı türde айтса, тамаша. Және де қай айтыс түрі қалды? Қай айтыстың түрі қалды? Қай айтыс? Қандай ән берді? Домбырасы сән қайда? Ал домбыра дегеніміз не? Домбыраттың ұлттық аспабы. Қазақтың ұлттық аспабы. Құрамын білеміз бе домбыраны? Не бар домбырада? Тиек дейміз. Тамаша. Мынау бізде ілген. Негізінде біз құрам сендермен танысқан жоқпын. Мен тек қана тексеріп көрейін дедім. Қаншалықты сіздер біледі екенсіздер. Басы енді аяғына дейін айтып шыға салайын. Басы домбыраның басына бекітілген екі құлағы бар, мойны бар, мойнына бекітілген пернелері бар. Ал енді мынау бізде дыбыс ойығы деп аталады. Яғни ішекті ұрған кезде дыбыс осы жақтан шығады. Мынаның іші қуыс, домбыраның шанағы қуыс, қуысқа дыбыс барып бізге қарай үн беріп отырады екен. Мінекей домбыраның сыры. Қандай қалпына түсеміз? Қолымызды тізеге жасап жіберейік. Кеудемізді көтердік. Sırlı əl, asqaq əl, əzələn, əzələn turalımız bu jayda aytdıq. Əzələn dedim. Keyin Nazarbayev turалы aytdıq. Keyin Nazarbayev қаншасының тумасы? 1804 жылы туылды, ал 1900 Қай жақтың тумасы? Жамбыл облысы Қордай ауданының Мәтібұлақ ауылында дүниеге келген. Жаңа біз ақындар туралы айттық. Ақындардан кімді танып білді? Ақындардан кім жайлы білеміз біз? Сара Тастанбек. Тамаша, Сара Тастанбек қызы. Ол кіммен айтысты? Ең алғаш кіммен айтысты? Сал Біржанмен айтысты. Тамаша, Біржан Қожағұлымен айтысты. Ол кезде Сара Тастанбек қызы нешеде болды? Ол кезде 13 жасында болды. 13 жасында болды. Өте тамаша. Ең алғаш қыздардың арасында
Сара Тасабекқызы айтысқа үлкен додаға шығады. Ақынның өте өнері керемет, халық алдына түсіп, өзінің тамаша айтыскерлігін көрсетіп берді. Ал енді біз ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы күй құдіреті. Күй дегеніміз не? Қалай түсінеміз? Мағынаны қаншалықты білеміз, қаншалықты түсіне аламыз? Айтып шығайықшы. Күй дегеніміз не деп ойлайсыздар? Күйді естулерің бар ма? Иә. Күй дегеніміз ол домбырадан шыққан ән дейді. Домбырадан шыққан ән дейді. Тағы да қандай ойларың бар? Күй дегеніміз не? Иә? Домбырадан шыққан үн. Домбырадан шыққан үн дейді. Тағы да күй дегеніміз не? Иә? Тағы да күй адамды ойлап қалады. Тамаша. Тағы да. Иә? Күй ол музыканың бір түрі. Музыканың бір түрі дейді. Қандай керемет ойларың бар сендердің? Күй дегеніміз не? Бар ма қосарлар? Күй деген ол түрлі аспаптармен өте шебер орындалады. Керемет. Тағы да қандай ойларың бар? Иә? Күй деген ол домбырадан шыққан ерекше күй. Мысалы, көп күйлер бар, адай күйі бар. Күй дегеніміз ол түрлі аспаптардан шығады. Түрлі аспаптардан. Түрлі аспаптармен. Аспаптармен. Не істейсің? Әуен дейді тағы да. Ал енді уақытты созбай жаза алайық. Күй дегеніміз жылдан жаза ережесі. Күй дегеніміз қазақтың ұлттық аспаптарында орындалатын музыкалық шығарма. Бір домбыра ғана емес қазақта, мінекей. Сонымен қоса асатаяғымыз бар. Сонымен қоса мүйіз сырнайымыз бар. Саз сырнайымыз бар. Асатаяқтың екінші түрі бар. Сыбызғы бар. Мінекей осылардың арқасында не шығып отыр? Күй орындалады. Күй екі түрге бөлінеді. Төкпе күй және шертпе күй. Төкпе күй дегеніміз оң қол саусақтары бірігіп, төмен, жоғары қағу арқылы орындалады. Қанекей бәріміз оң қолымызды көтеріп, түгел саусағымызбен орындап көреміз. Төмен, жоғары, төмен, жоғары, төмен, жоғары. Жарайды. Ал шертпе күй дегеніміз шекті шертіп отырып орындайды. Оны сұқ саусақпен бас бармақтың көмегімен, я болмаса басқа да саусақтардың көмегімен орындалады. Ал қазір қараймыз қимайды. Не түрін орындайды? Орындалу тәсілі. Мен қазір қандай? Төкпе күй, шертпе күй. Не істеп отырмын? Шертіп отыр. Тамаша. Ал мынау екінші түрін бізге келін. Ол төкпе күйдің орындалу тәсілі. Иә? Өте тамаша. Ол түсін. Ал енді бізде атақты өздеріне мәлім атақты күйші композиторларымыз бар. Білеміз, иә? Құрманғазы Сағыбайұлы, Дина Нұрпейісова, Дәулеткерей, Тәттімбет. Біздің анау 19 ғасырларда өмір сүріп, бізге осы күнге дейін жаңағы өнерін осы күнге дейін жазып қалдырған күйлері сақталып келеді. Қазір телефондарымызды аламыз, QR кодпенен тез мына күйлерді тыңдап жібереміз. Жылдам әрекет жүргіземіз. Әркім жұмыстары ашылатындарменен бір күйді тыңдасаңыздар жеткілікті болып жатады. Интернет бар ма, шыдай ма? Тамаша. Келістік. Бастысы QR кодпенен ашып көрейік. Ал енді тыңдап тұр, қайтасын орындалады. Төкпе күй. Шертпе күй. Так, басқа. Бар ма? Кімдікі ашылды? Қос. Ал бұл қай тәсілі деп ойлайсың?
төкпек. Қазір алдарында мінекей аспаптар деген қорапша бар. Соның ішіндегі аспаптарды шығарамыз. Мұндағы жазылған әр топқа бөлінген жиналып топтық жүйесі тез жиналып алыңдар. Аспаптарды қолдарына жеріңді алыңдар да тез жабыстыра алыңдар. Мен көрейін. Қаншалықты аспаптарды түрлерін тез жабыстырдық. Тез. Шек аспаптар бір бөлек. Шатастырмаймыз. Шекті, ормалы, үрмелі, шекті деді. Ормалы, үрмелі, шекті. Көмікті. Ол уақытты. Тез. Тамаша. Ал, тұра қалдыр. Екінші топтысына көрсете саламыз. Шердер тобы бірінші бітті. Мұнда ұрмалы, үрмелі, шекті аспапқа. Ұрмалы аспапқа тамаша, үрмелі аспапқа өте жақсы, және шекті аспапқа. Тамаша, өте кет. Дұрыстап ұстаймыз. Ұрмалы аспап, біреусі шатасқан, бұл шекті аспап. Кәнекей тұра ғой. Ер қарадық. Шекті аспаптың ішінде тамаша, үрмелі аспап тамаша. Бірінші топ өте жақсы. Кәнекей бір қате жұмысты атқарды. Тамаша. Үшінші тобымыз, көп ойландау үшінші тобымыз. Бір балдарын ала ойында. Қараймыз, қаншалықты оран топтары жұмыс жасады екен. Шекті аспаптар. Ормалы аспаптың ішіне шекті аспапты қосып қойды. Бір қате үрмелі аспаптың ішіне тамаша бір қате бұларда да жақсы дегенмен де жұмыс атқарылды. Бізде тақырыбымыз күй. Күй құдіреті. Күйдің құдіреті неде деп ойлаймыз? Күйдің құдіреті неде? Күйдің құдіреті аспапты және сол күйді орындаған адамның шеберлігінде. Тамаша, тағы да кімде бар? Айта қойшы. Күйдің құдіреті ол кей адамды қуанта алар, мұңайта алар. Көңіл күйге әсерін береді. Тамаша, жақсы. Күй деген әртүрлі аспаптарда шығатын ерекше. Тамаша, өте керемет. Ал енді қараңдаршы, мына жерге экранға көңіл бөлейік. Өте бір керемет дүниені көрсетейін деп тұрмын. Мультфильм білеміз ба? Білеміз. Қандай мультфильм еді? Жоқ, мультфильм, қандай мультфильм еді? Қандай мультфильм? Қазақтың мультфильмін қарамаңыз, демекшілері. Қандай мультфильм? Ақсақ Құлан мультфильмі. Баяғыда бір кім болады? Бай болады. Жошы хан болады. Жошы ханның баласы не істейді? Жошы ханның баласы мынау бақытты өмір сүріп жатқан отбасы, ауыл. Өздері бір-бірімен достықтары да керемет. Отбасылық мейірімдері де керемет. Тамаша өмір сүріп, күндерін көріп жүрген қарапайым халқына Жошы ханның баласы келетті, жау шапқыншылығын жасап кетеді. Ешкімге зияны жоқ. Халық өз тіршіліктерін көріп, өз өмірлерін көріп жүрген кезде Жошы ханның ерке баласы, әрине хан баласы, қанша айтқанымен сөйтеді, жау шапқыншылығын жасап. Мынау бізде Жошы ханымыз. Әрине, ол уақытта сол кезеңдерде халықтың бар дүниесін жиналып қоятын кезең болған. Осындай қыспақ кезеңде халықтар өмір сүріп,
барлығына төтеп берген мінекей осы біздің батырларымыз бар, ақын жазушыларымыз бар, біздің күйші композиторларымыз бар. Осы болған әңгіменің барлығын бір ғана үн, бір ғана музыкамен жеткізген осы кейінгі ұрпақтар біз жоқпыз, бізді көргендей, білгендей, көзбен көргендей түсінсінші деп музыка арқылы бізге жеткізіп отыр. Азда енді құлағына қарай не істейді? Шабуыл жасайды. Сөйтеді. Енді мен қысқартып көрсетейін, иә? Шабуыл жасайды, сондағы жаңағы міне жас ана құлан өзінің кішкентай қолдарын құтқару үшін ең соңында құландардың үйірімен қалып қояды. Сөйтіп осы құлан баласын қорғаймын деп ана құланын атып өлтіреді. Сол кезде ана құлан барады да жаңағы Жошы ханның баласына тұяғыменен өлтіреді. Баласын жоғалтқан Жошы хан деп уәзірлеріне Айбалы хабары келгеннің көбейін қорғасын деп күтеймін дейді. Сосын кейін уәзірлер көреді, барады көреді. Бірақ та бір ғана мәселеден қорқады. Неден? Уәзір не деді? Хан не деді? Тамаша, қорғасын құям дейді. Сонда қорғасын құйғаннан біле тұрса да олар не істей алмады? Айта алмады. Сонда сол ауылдағы қария, күйші келеді да, міне тыңдаймыз. Осы жер бізге нақты керек. Бар оқиған не арқылы жеткізіп отыр? Осы жерде құдіретті көріп отырмыз ба? Күйдің қандай керемет мағынасы бар, күйдің қандай керемет жаңағы ойы, терең, халыққа ауызбен жеткізе алмаған дүниені біз не арқылы жеткізіп отырмыз? Музыка арқылы, күй арқылы жеткізіп отырмыз. Сондағы хан бүкіл оқиғаны естіп көз алдына елестете отыра, ештеңке деп айта алмағандық соншалықты әнекей. Бастапқыда домбыра бес шекті болған, қарап көрсеңіздер. Ең алғаш домбыра ойланып шыққан кездегі бес шекті болған. Сондағы шектері үзіліп, қазіргі таңда бізге жетеді қанша шекті? Екі шекті домбыра болып жетеді екен. Міне бар мен сіздерге күйдің құдіреті қандай екенін осы мультфильм арқылы жеткізгім келді. Түсінікті ма бұл? Ұнады ма мультфильм? Ұнады. Ал енді осы жерде біз де қазір көрейікші осы күйді орындап, кәнекей біз де бір күйдің несін қалай шығады екен қолымызға екі қаламнан, я болмаса ана қасында отырған бір-бірлерінің асықтар, біреуінде асық ұстаңдар, біреулерінің екіншісін ұстаңдар. Маған қарап музыкалық екпінді тыңдай отырып жұмысымызды атқарамыз. Asıl
келіншектер, иә? Кәнекей, енді маған тек қана жігіттер келсінші. Жігіттер менікі көп сөйлемейді, көп үндемейді. Жігіттерге қарай шыға қойыңдар. Міне жерде байлық бар, қазақтың өзіміздің құндылық байлықтары бар. Осыны сіздер жақсылап мына жаққа реттей беріңдерші. Мінекей тақтада тұр. Кім қаншалықты дүниені танып біледі екен, соны біз тексеріп жүрейік, иә қыздар? Ал біз болсақ, өлеңімізді бір-бірімізге таратыңдар. Өлең сөзі бар, алып шыға қойыңдар. Тез-тез бір-бірден таратып шық, қыздар, тез-тез әр оқушыға жеке-жеке. Тез-тез сендер. Жылдам қимылдаймыз, жылдам. Итермейміз, табақ аламыз. Көкпардың не екенін білеміз ба? Теңгелу не екенін білеміз ба? Алтыбақан не екенін білеміз ба? Ол бізге керек па? Керек емес па? Керек. Не үшін керек? Айтыңдаршы. Не үшін керек? Ай, балалар, мен сендерге сұрақ қоймын. Не үшін керек? Керек па, керек емес па? Не үшін керек? Иә, ұлттық құндылықтарымызды біз әрқашанда ұмытпауымыз керекпіз, білуіміз керекпіз, иә? Мәңдер, тез. Қыздар таратып болдық па? Алдарында қандай ән? Нешеде жазылған, жұмыс бойынша күйдің атауы мен мазмұны, күйдің орындалуы қандай түрде орындалады, осы туралы мүмкін мәліметтер жазып жібереміз. Әрқашанда жеке-жеке бір-бірден тарата бер. Мен музыканы қоямын. Басқамыз тыңдаймыз, жұмысымыз тез, қысқа нұсқа жазып жіберейік, иә? Қайтадан бүктейміз. Қазір тоқтар, мені күте тұрыңдар. Бүктейміз. Ақырын бетіне салып. Ашылса, тілек орындалады деген сөз. Бұл болатаса бізді. Ашыла ма екен? Таққа салсыңдаршы. Тез. Тамаша. Өте керемет. Ашып қой салғаным болмайды ғой. Келе қояқшы. Енді бүгінгі сабақтарыңды өз-өздеріңді міне жерге жаза қойыңдар да аттарыңды тез бағалай салыңдаршы. Кім жауап берді? Кім қатысты? Мен осы бойынша бағалаймын.